Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі, дебат жетекшісімен Құнзай апайымызбен бірге ой алаңы пікірсайыс арқылы сенім қалыптастыру мәселесін қарастыратын боламыз. Сәлеметсіз бе апай? Дебат ойынның оқушылардың өзіне деген сенімділігін өзгергенін байқадыңыз ба? Я, әрине, жалпы дебат деген ол сөз жарысы болғанда да мәдени сөз жарысы. Бұл шешендік өнер емес деп айтар едім. Сол себепті дебат ойынына қатысу кез келгеннің қолынан келеді, және кез келген бала дебат ойынына қатысу арқылы өз сенімділігін арттырады, ұштай алады деп айтар едім. Жалпы сенімділік деген не нәрсе? Сенімділік деген өзіне сенімді, әрбір ойын жүйелі айту және сөзін нық айту, адамды сендіре алу деп ойлаймын. Сол себепті бұл дебат ойыны адамның сенімділігін ұштайтын, арттырады, бұл осы қасиетті арттыратын нәрсе деп ойлаймын. Және бұл нәрсе өзімнің оқушыларына да үнемі көріп келемін. Оқушыларында осы нәрсе практикалық іс-әрекетте көрініп жүрген. Жаңа өздеріңіз оқушыларыңызға қатысты осы бізде дебат министрлігінің ұйымдастыруымен осы бір ай бұрын бізде тоғызыншы арасында пікірсайыс ойыны болған, өзіңіз білетіндей. Сол ойыннан кейін мұғалім ретінде сіз қандай өзгерістер байқадыңыз оқушыларда? Енді жалпы дебат деген нәрсе тек қана сенімділікті қалыптастырмайды, ол өзара тұлғалық өсу, эмоционалды тұрақтылық деген нәрселердің барлығын бекітеді деп ойлаймын. Адамда ол қасиеттердің барлығы бар, дегенмен осы қасиеттердің барлығын ұштайды деп ойлаймын. Тұлғалық өсудің ішінде көп алдында сөйлеу, әдемі сөйлеу, мәдениетті сөйлеу барлығы кіреді, және осындай сөйлеулердің барлығы сенімділік болмаса ешқалайда жүзеге аспайды деп ойлаймын. Жаңағы өзіңіз тілге тиек етіп отырсыз, 9-шы сыныптар арасында біз дебат ұйымдастырған болатынбыз. Осы дебаттың нәтижесінде өздеріңіз де білесіздер, қаншама шоқ жұлдыздар жарық жұлдызға айналды деп айтсақ болады. Әрине бұл бірдестен бола кетпейді, дегенмен әр ойын сайын бірінші ойында балалардың сенімділігі орта деңгейде болса, екінші ойында олардың нық сенімділігі күшейгенін және сол сенімділіктің арқасында жетістікке жеткенін де айта аламыз. Мысал келтіре алатын болсақ, сол ойындағы қаншама бала одан кейін де дебат ойынын қайтадан ұйымдастырайық. Сол нәрсе бізге сабақ барысында да көптің алдында сөйлеуге үлкен көмек берді. Бұрын қорқатын едім, қорқынышымды жеңдім деген сынды өздерінің тілек-лебіздерін білдірген болатын. Рахмет апай, осы негізі өкінішке орай қазіргі таңда дебат үйірмесінің қатысушыларына мұғалімдер тарапынан наразылық байқалады. Осы мәселеге қатысты ойыңыз қандай? Енді бұл нәрсеге қатысты мен өзімнің әріптестеріме айтар едім, дебат ойнайтын балаға қой демеуін, жоқ демеуін, барма демеуін ойланса екен деп айтар едім. Себебі бұл дебат ойынына қатысқан бала ешқашанда жеңілмейді, және тек өзінің мықты қасиеттерін ұштағанмен қоймай, болашақ өмірге нық қадаммен аяқ басады деген келеді. Неге наразылық туады? Себебі сабақтардан қалу, сабақтарды түсінбей қалу, сондай мәселемен болатын шығар. Бірақ біз дебатты ойнатқан кезде көбінесе сабақтан кейін ойнатамыз. Тек балаларды жаңағы жинап немесе сұрап алатын кезіміз ол облыстық, республикалық деңгейдегі жарыстарға баратын кезде бір күн, 2 күн қалған кезде ғана сұраймыз. Көбінесе уақыт тығыздығына байланысты. Ал қалған уақыттарда барша оқушыларды осындай тұлғалық өскілеріңіз келсе, өз ойларыңызды сенімді жеткізгілеріңіз келсе, міндетті түрде ой алаңы сіздерге қажет деген келеді, және өзінің ойын қарсыласын мәдениетті түрде жеңгісі келетін әрбір адам осы ой алаңында шыңдалу керек, сыналу керек деп ойлаймын. Ондай азаматтар біздің елімізге өте қажет. Әрбір сөзіңіз үшін көп рахмет апай. Осы керемет сөздермен өз сұхбатымызды аяқтайық.